Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұдайы сіздермен пайдалы тегін ақпараттармен бөлісетін боламын. Яғни, жастарға арналған несиелеу бағдарламасы 2024 жылыда өз жалғасын табуда. 2,5% несие аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамның филиалдарын арқылы берілетін болады. Яғни бұл бүкіл Қазақстан бойынша бұл облыстардың барлығында бұл аграрлық несие корпорация ұйымы бар. Яғни бұл мекеменің филиалдары да бар. Қарыздың суммасы 5 миллион теңгеге дейін беріледі. Сыйақы мөлшерлемесі 2,5%. Несиенің мерзімі мал шаруашылығын дамытуға 7 жылға, ал бизнестің басқа салаларына 5 жылға дейін берілетін болады. Толығырақ түсіндіріп өтсем, яғни қандай құжаттар қажет? Бұл жерде құжаттардың атауы бойынша түсіндіріп өтейін. Өте қысқа, құжаттар қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Бірінші, сенім білдірілген агент дейді. Яғни, осы аграрлық несие корпорациясына сіздер құжат ұсынған кезде сауалнама өтініш толтыратын боласыздар. Екінші, өздеріңіздің жеке куәліктеріңіз. Үшінші, несие тарихы, субъектісінің ол туралы несие бюросына ақпарат беру, сонымен қатар несие есебін сұраушыға келісім, яғни сіздер несие тарихыңызды шығарып алып барсаңыз да болады электронды түрде. Сол жерде өзіңіздің несиеңізді тексеруге рұқсатыңызды бересіз. Төртінші, бұл жерде де субъектінің берілген шағын несие және келісім шарты міндеттемелері бойынша барлық мекемелерде қай жерде сіздің қарызыңыз бар, сол туралы келісіміңізді бересіз. Менеджердің алдында сізге бұл құжатты дайындап қажет емес. Бесінші, бизнес жоспар. Ең маңыздысы осы бизнес жоспар. Бизнес жоспар арнайы өзінің шаблонында жасалады. Яғни бұл шаблонды түсіндіріп өтсем, бірінші, қарыз алушының, яғни несие алушының мәліметтері. Екінші, бұл несиені қандай мақсатта аласыз? Құрал жабдық аласыз ба? Немесе техника аласыз ба? Немесе мал шаруашылығына алсаңыз, мал басын көрсетіп жазасыз. Үшінші, суммасын. Яғни сіздерде ауылдық жерлерде кепіл мүлік қоясыздар. Ауылдық жерлерде кепіл мүліктің 50%-ын бағаласа, ал қалалық жерден қойсаңыздар, сіздерге 70%-ға дейін кепіл мүлкіңіздің суммасын береді. Яғни 5 миллионға 10 миллион теңгеге бағаланса, үйлеріңіз 5 миллион теңге ала аласыздар деген сөз. Немесе қалалық жерлерде бұдан аз сумма болса, яғни 70%-ға дейін алу мүмкіндіктеріңіз бар. Төртінші, сумманың, яғни сіздердің несие алу мақсатына қарай срогі болады, мерзімі несиенің. Егер кәсіпкерлік мақсатта болса 60 ай, мал шаруашылығы болса 84 ай деп көрсетесіздер. Бесінші, ставка вознаграждения, бұл жерде пайызы 2,5%. Алтыншы, несиені өтеу кезіндегі графиктің түрі, яғни аннуитеттік, дифференцированный немесе гибкий график. Көбінде гибкий графикті таңдайды, өйткені ол жерде жеңілдікті кезеңдері льгот беріледі, каникул беріледі. Жетінші, льготный период деп тұр. Основной долг бойынша қанша сұрайсыздар? Жеңілдікті кезең вознаграждение, яғни проценті бойынша қанша жеңілдік сұрайсыздар, соны көрсетіп қоясыздар. Сегізінші, яғни сіздердің басқа банктерде кредиттеріңіз болса, жаңағы несие тарихын шығарып аласыздар қолдарыңызға, егов порталы арқылы өте жеңіл ЕЦП кілтпен. Банктен атауын жазасыздар, мақсатын, суммасын, процентін, қашан алдыңыздар, қашан жабылады, және де қанша қалды бұл кредит бойынша, уақытылы төленіп жатыр ма, комментарийін барлығын жазып көрсететін боласыздар. Тоғызыншы, сізде бұл жерде маркетинг стратегия, яғни сіздің өніміңіз немесе қызметіңіз нарықта өз қабілетті ма, нарықта өз орнын ала ма деген сұрақтардың барлығына осы жерде жауап бере аласыздар. Яғни 10-шы, кепіл мүлік туралы. 11-ші, сіздің атыңызда, өзіңіздің атыңызда
жылжымайтын, жылжитын мүлік техникаларыңыз болса, сол туралы мәліметтерді көрсетесіз. 12-ші қаржылық жоспар, яғни бұл жерде кіріс-шығыстар бойынша толыққанды мәліметтерді толтырып шығатын боласыздар. Бизнеске кететін шығындар, бизнестен көретін табыстар, барлығын толыққанды көрсететін боласыздар. Осы жерде айта өтейін, бизнес-план бойынша менің кәсіпкерлік орталықта жұмыс жасағанмын өзім, 7 жылдық тәжірибем бар. Өз қызметімді ұсына аламын. Егер қажет болса, мен WhatsApp номерімді описание бөліміне қалдырып қоямын. Мен түсіндіріп өткенімдей, қиындық тудырмаса, өздеріңіз толтырып жасасаңыздар да болады. Так, келесі 5-ші бөлік бойынша мен толыққанды бизнес-планды түсіндіріп өттім. 6-шы уәкілетті органның, қатысушының, үміткердің шағын несие алу, кепіл мүлкіне, яғни сіздерге қарапайым тілде түсіндіретін болсам, сіз ата-анаңыздың үйін немесе бауырларыңыздың үйін залогқа, кепілге қоюға рұқсат беріп алсаңыздар, сол кісілердің келісімін алатын боласыздар через нотариус. Бұл жерде жазылып тұр. Мінекей. Түпнұсқа шағын несие мақұлданған кезде тапсырылады. Яғни сіздер одобрение алып аласыздар бірінші банкке, бизнес-планыңызды, жаңа құжаттарыңызды, қысқаша құжаттарыңызды тапсырып, одобрение алып болғаннан кейін осы нотариус арқылы кепілге қоюға өздеріңіз рұқсаттарын алатын боласыздар. Жұбайы болса, жұбайының да рұқсатын алатын боласыздар. 8-ші бөлікке өтейін бірден. Қызмет көрсетуші банктен шоттың бар екенін растайтын құжат. Яғни сіздер ИП ашасыздар. Бұл кредитке міндетті түрде кәсіпкерлік ашып, сол кәсіпкерліктің атынан, ИП-ның атынан шот ашасыздар. Банктен немесе почтадан ашсаңыздар да болады. 9-шы қаржы институттарынан, бұл жерде айтып өтейін, кәсіпкерлік сіздерде 5 жылға дейінгі мерзімді құрау керек. Одан асып кетсе қатыса алмайсыздар. Бұл стартовый жобаларға беріледі бұл кредит. 9-шы қаржы институттарынан несие берешегінің, соның ішінде мерзімі өткен берешегінің болуы туралы анықтамалар. Яғни бұл жерде түпнұсқа, уәкілетті тұлға растаған түпнұсқаның көшірмесін берілген күннен бастап 30 күн ішінде тапсыруға рұқсат беріледі. Несие бюросынан алынған электронды форматтағы мәлімет. 10-шы бұл жерде егер сіздер кредиттеріңіз болып, оның мерзімі өтіп кеткен жағдайда жаңағы банктен анықтама алсаңыздар болады. Одан соң 10-шы қатысушының үміткердің жалақысын және де жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмесі. Егер жұмыс жасайтын жастарда алынады бұл кредитті, сол кісілердің жалақысы туралы анықтамалар. Одан соң 11-ші кепіл ретінде берілетін мүліктің бағасы туралы есеп, яғни оценка. Оценочный арнайы компанияларға жасатасыздар түпнұсқамен. 12-ші кепіл беруші мен кепілге қойылатын мүліктің құжаттары, яғни жылжымайтын мүлік болса, оның техпаспорты, госактісі, шешімі, қабылдау актісі, немесе жаңағы көп пәтерлік пәтер болатын болса, тұрғын үй емес, ол жерде техпаспорт, жаңағы сатып алу, сату шарты деген сияқты өзінің құжаттары бар. Сол құжаттардың барлығын көшірмесін досьеге, яғни бір делоға жинақтап өткізетін боласыздар. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Қызметім қажет болса, описание бөліміне WhatsApp-қа қалдырып қоямын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Кәсіппен айналысыңыздар.